Шабыт болмаған кездер өте көп болған болатын. Мысалға шабытың кей кезде тосылып қалады, бірақ сонда да барынша шабытымды қосуға тырысамын. Негізің бар ма деп әлі ешкім сұрақ қоймаған. Негізінде негізім бар. Неге көрінбейтін адам болса, мен ойлаймын, тәттілерді ұнап кетеді менің. Америкалық тағамдар, кореялық тағамдар және де Жапонияның тағамдары. Жаңа негізім бар деп. YouTube жолын таңдаған себебім, өзіме YouTube жолы өте бір өзім кішкентай кезімде сондай видеолар түсіргенде айтатынмын, типа андай музыка қойып, ол кезде видео шоума сондай бір программада монтаждап музыка қоюдығына білетінмін. Қазіргі таңда YouTube жолында біраз көптеген қазақтың өңірлерін көріп, өзімде түсіруге деген YouTube'да салуға болады екен ғой деп мен де түсірген болатынмын. Оның алдында көп видеолар түсіріп YouTube жолына салған болатынмын, бірақ олардың уақытын білмеймін. Осы екі сөз прям паразит сөзін болатын болады. Көп айтатын сөздердің бірі капец деген сөз бар. Есімім аялау деген мағынаны білдіреді. Егерде маған сондай бір мүмкіндік берілсе, мен Америкада тұрғым келетін еді. Өйткені Америка өте қатты ұнайды маған. Және де мүмкіндік болса Кореяда. Бала кезімнен бәрі мені Ая деп атайды. Соңғы рет қателеспесем, осыдан бір апта бұрын ғашық болдым. Қыста каникулда отырған болатынмын. Аласыз. Бойың қанша деген сұрақ. Әлі күнге дейін осы сұрақ менің оғаш естіледі. Мен психопатпын. Көлікте енді қазір өзімнің көлігім болмағаннан кейін шығар деп ойлаймын. Қандай әндер қойсаң, сондай өлеңдер тыңдайсың ғой. Көбіне қазақтың недегі өлеңдерді тыңдағанды ұната беремін көліктерде. Егер өзімнің көлігім болса, мен ойымша американдық әндер тыңдаймын. 9 аяқ киім бар. Қазіргі таңда тұрақты киетінім жетеу. Андай бір туыстарды шындап кезіктірген кездерім болған. Мен ба киер едім. Неге десеңіздер, өйткені прикольно да, просто. Соңғы рет қателеспесем қыста болады. Біреуден алған мен қойып емес. Ол менің құрбым аян адам болар, өйткені ешқашанда сен онды түсірме деп айтады. Сол сөз ешкімнің алдында өзіңді түсірме. Күшті поддержка береді сол қыз. Менің ерекшелігі ол отбасымнан, ағамнан телефон алып берген болады. Сол өте қатты ерекше қуанған болатын. Телефонымдағы сүйікті ойын. Мен телефонымда ойын ойнамаймын, қазіргі таңда жоқ. Неге екенін ойындар мені қызықтырмайды. Қазіргі таңда телефонда бірде бір ойын жоқ. $1 миллион болса, ең алдымен мүмкін бала болғаннан кейінге өзіме жұмсайтынмын деп ойлаймын. Өзімнің жағдайымды жасағым келеді. Барынша отбасымнан ешнәрсе сұрағым келмейді. Одан кейін отбасыма көмектесер едім. Одан кейін жаңағы жағдайы жоқ балаларға, ата-аналарға көмектескім келеді. Сәл де болсын көмегімді тигізгім келеді. Уақыт менде ұйқыға жетпейді. Және де бастаған ісімді аяқтауға көбінесе жетпейді. Бір күннің өзі мен үшін аз болып саналады. Және де жаңағы жолға жетпейді деп айта аламын. Ертең оянған кезде қуанатын зат ол таңертең ерте тұрған кезде сразу күннің сәулесін көріп өзімнің ұйқымнан аман есен оянғаныма қатты қуанамын. Екіншіден телефонымның графикасы полностью күшті болып тұрса қуанамын. Және де заттардың өзім ойлаған нәрсенің жүзеге асуына өте қатты қуанамын. Қазір бір нәрсенің коллекциясын жинаймын деп айта алмаймын. Бірақ кішкентай кезімде
Kinder oyuncuqlarının kolleksiyasini жинағанды өте қатты ұнадым. Кітап мен сіздерге кеңес беретін, өзім оқымаған, бірақ өте қатты оқығым келетін кітап. Өте қатты алғым келетін кітап ол Мисли. Осы кітап қазіргі таңда өте бір танымал болып жатыр. Іші прям барлық адамдардың айтуы бойынша өте керемет. Сондықтан мен осы Мисли деген кітапты сіздерге кеңес бергім келеді, чтобы оқысаңыздар екен деймін. Хроники Нарнии волшебный шкаф өте күшті фильм, сіздерге советую. Және де Один дома, Анна видеода. Ешқандай аспаптарда ойнап білмеймін қазір. Нақты санамадым. Дұрыс тамақтануға жақсы қараймын. Әрбір жазылушым мені қуанта біледі. Өзімнің сүйікті актерім Азат Жұмаділдің Instagram парақшасында өте көп отырады. Кішкентай кезінде где-то бірінші сынып оқып жүрген кезде болар. Қызығушылығым болған, қалай педагог болады атындағысын болдым. Қартайған шақта андай как апа сияқты болмайын деп ойлаймын. Типа қартайсам да барлығын білетін, телефонда жататын апа баланы ойлаймын. Мінезіне деген болса, мазасыз, сөйлеп қалған апа бала сияқты. Селена Гомес әндерін тыңдаған кезде өте ерекше сенімді болады. Ариана Гранде және Билли Айлиш, және де менің сүйікті тобым Blackpink, олардың да өте сондай шабыттылар деп адамын. Сақтаған адам. Қателеспесем, соңғы бір қыс айында өзімнің түсінгенде түсініп алған болатын. Осы каникулда. Сол кезде бәрі жақсы деп айтқан болатын.